Сәлеметсіздер оқушылар, менің атым Сарбаева Сандуғаш Жандосқызы. Бүгінгі биология пәні бойынша сабақты және де оның ішіндегі органикалық және бейорганикалық заттар тақырыбы бойынша сабақты мен өткізетін боламын. Бүгінгі біздің сабақ тақырыбымыз міне жазылып тұрғандай органикалық және бейорганикалық заттар. Бүгінгі біздің сабақ мақсатымыз оқушыларға органикалық және бейорганикалық заттар туралы білім беру. Жалпы оның не екенін, заттар деген не екенін, оның неге олар екіге бөлінетіні жайында толық ақпарат беру болып табылады. Жалпы олардың құрылысы мен қасиеттерін түсіндіру, екі топтың, яғни органикалық, бейорганикалық заттардың бір-бірінен айырмашылығын түсіндіру болып табылады. Және олардың өзара байланысын үйрету. Тірі ағзалардың құрамындағы заттардың маңызын түсініп, олардың жасушадағы атқаратын қызметін түсіндіру. Нақты мысалдар келтіру оларға. Оқушылардың алған білімдерін өмірмен, табиғаттағы және адам ағзасындағы құбылыстармен байланыстыра білу қабілеттерін дамыту болып табылады. Жалпы бүгінгі сабақ, яғни органикалық және бейорганикалық тақырыбы бойынша YouTube желісінен алынған видео сабақты да қойып қойған болатынмын. Оны сабақ соңында немесе уақыт жетпей қалған жағдайда өзіміз міндетті түрде көріп аламыз, балалар. Балалар, келесі бізде заттардың жіктелуі. Заттардың жіктелуі жайында айтатын болсақ, белгілеп қояйық. Ол тірі ағзалардағы химиялық үдерістер мен құрам бөліктерді зерттейтін биохимия ғылымдар барлық заттарды органикалық және бейорганикалық деп үлкен екі топқа бөлген. Яғни бұны біз былай мен фото қойып қойғанмын, бірақ та жазып түсіндірейін, тағы да. Заттар бізде екіге бөлінеді дедік. Үлкен екі топқа бөлінеді. Органикалық және бейорганикалық. Оның ішінде заттар екіге бөлінгенімен, оның ішіндегі органикалық та, бейорганикалық та өзіндік тағы да заттарға бөлінеді. Жалпы органикалық біз барлығымыз білетін көмірсу, нәруыз, нуклеин қышқылдары және май. Барлығымыз білеміз, майлар жайында. Келесі бізде бейорганикалық заттарға бізде су жатады, және де тұз жатады, және де қышқыл жатады. Міне, біз заттарды осындай үлкен топтарға бөліп қарастырамыз. Ең бірінші заттарды біз екіге бөлеміз, органикалық, бейорганикалық. Органикалық заттар бізде көмірсуға, нуклеин қышқылдарына, майларға, нәруыздарға бөлінеді. Бейорганикалық заттар су, қышқылдар және де тұздарға бөлінеді. Жалпы осылардың әрқайсысына қазір бөлек-бөлек тоқталып өтейік. Енді бізге тақырыпты толық түсіну үшін күнделікті өмірмен байланысты сабақ деген рутинаны қолға алайық. Яғни ас үйдегі немесе үйдегі заттарды мысал ретінде қолдан дейді. Ас үйде үйімізде ас үй бар, сондағы бізде күнделікті өмірде не қолданамыз? Соны еске түсірейік ең алдымен. Ең алдымен біз не қолданамыз? Тұз қолданамыз ба тамақ ішуге? Тамақтың дәмін келтіретін тұз, Тұз бізде қандай заттарға жатады? Органикалық па, бейорганикалық па? Әрине бізде тұздар бейорганикалық заттарға жатады. Және де су. Біз күнделікті түрде су ішеміз, Су бізде органикалық заттарға жатады ма, бейорганикалық заттарға жатады ма? Су да бізде бейорганикалық заттарға жатады. Келесі, біз күнделікті өмірде ет жейміз бе? Ет жейміз. Ет біз жегенмен оның құрамында көмірсу мен нәруыздар болады, Яғни, ал көмірсу мен нәруыз бізде қай топқа жататын еді? Органикалық па, бейорганикалық па? Әрине, ол міндетті түрде органикалық заттарға жатады. Және де жұмыртқа. Жұмыртқа жейміз бе? Жейміз. Так. Жұмыртқа жейміз бе? Жейміз. Ол бізде ақуызға жатады, яғни нәруызға жатады, Ол да бізде
демек органикалық заттарға жатады. Және біз күнделікті өмірде қолданамыз картопты, иә? Так, органикалық заттарға жатады. Ол картоптың құрамында крахмал бар ғой, яғни ол тоже органикалық заттарға жатады. Және де май. Біз күнделікті өмірде кәдімгі сары майды жейміз, сұйық майды да тамақ пісіруге қолданамыз, иә? Оған біз яғни майлар бізде органикалық заттарға жатады. Май, сұйық деп жазып қояйын, иә? Ол бізде органикалық заттарға жатады, май бөлігіне жатады. Келесі, енді балалар, біз әрқайсысына органикалық және бейорганикалық заттарға жеке-жеке тоқталып өтейік. Так. Ең алдымен бізде бейорганикалық заттар. Бейорганикалық заттарға бізге не жатады? Бейорганикалық заттар дегеніміз жалпы не? Бейорганикалық заттар ол бізде тірі және өлі, яғни тірі және де өлі табиғатта кездесетін құрамында көбіне көміртек элементі болатын химиялық қосылыстар. Яғни бейорганикалық заттар тірі және өлі де табиғатта кездесетін құрамына көбіне көміртек элементі болмайтын химиялық қосылыстар. Олар тірі ағзалардың құрамында аз мөлшерде болғанымен тіршілік үшін өте маңызды рөл атқарады. Тірі ағзалардың, мына жерде міндетті түрде білуіміз қажет. Тірі ағзалардың негізгі бейорганикалық заттарға су, минералды тұздар және қышқылдар мен негіздер. Бұл бейорганикалық заттарға жатады. Яғни бейорганикалық заттарға су, минералды тұздар, қышқылдар мен негіздер жататынын білдік, иә? Келесі, бейорганикалық заттар тірі және өлі табиғатта да кездеседі деп айтып өттік. Олар жасушада осмостық қысымды, су теңгерімін және реакциялардың жүруін қамтамасыз етеді. Бейорганикалық заттардың қасиеттері: көміртек болмайды, немесе өте аз мөлшерде болады. Қарапайым құрылымы, яғни құрылысы өте қарапайым, табиғатта кең таралған, яғни бейорганикалық заттарды табиғатта кең таралған деп атаймыз. Физикалық және химиялық тұрақтылығы жоғары табылады. Жалпы, бағана біз айтып өттік қой, бейорганикалық заттарға тұз, су, түрлі минералды қышқылдар, тұздар жатады деп. Енді осылардың жеке-жеке тоқталып өтейік. Яғни міне су, минералды тұздар және қышқылдар. Және де негіздер жатады. Ең бірінші бізде су. Су барлық тірі ағзалар үшін ең маңызды бейорганикалық зат, иә? Бұл нақты анықтама. Барлық адамға су қажет. Мына жерде мен кішкентай су қойып қойған болатынмын. Адам денесінің шамамен 65-70% су құрайды. Су жасушада еріткіш қызметін атқарады. Заттардың тасымалдануына және химиялық реакциялардың жүруіне мүмкіндік береді. Бұл өте дұрыс ақпарат. Яғни адам ағзасын біз ең көп бөлшегін су алып жатыр деп айтамыз, иә? Ондағы процентті біз 65-70% деп атаймыз. Мысалы, қазір мен әдемі мысал алмаймын. Это адамды. Адамды біз 100% деп алсақ, толық денесін 100% деп алсақ, оның 65-70% су алып жатады. Яғни, ойлаңыздар, 100% адам денесі, оның көп бөлігін, мысалы, 100%, мынау денені 100% деп алайық, оның көп бөлігін, мысалы, 70%, не? Сіздерге қалай көрсетсем екен? Былай көрсетейін, 70% су алып жатыр. Осылай біз су жайында ақпарат бере аламыз. Жалпы су температураны реттейді және ағзаны қызып кетуден қорғайды. Бұл да шындық, иә? Келесі бізде минералды тұздар. Минералды тұздар бұл бізде ағзадағы зат алмасу процесіне қатысады. Олар сүйек пен тістің түзілуіне, яғни онда кальций мен фосфор бар, иә? Бұлшық еттің жиырылуына және қан түзуге және ферменттердің жұмыс істеуіне қажет.
минералды заттар ағзаның қалыпты өсуі мен дамуын қамтамасыз етеді. Яғни минералды тұздарға жатады. Бағана біз айтып өткендей, сүйекте, адамның тісінде, сүйегінде ең қажетті, оны берік ететін ол сүйектерді бізде кальций мен фосфор. Жалпы олар минералды тұздарға жатады, минералды тұздарға жатады, міне кальций мен фосфор. Және де басқа да элементтер бар, бірақ біз жалпы адамға ең пайдалы және де қажетті элементтердің бірі осы кальций тұздарына жатқызамыз. Кальций және фосфор тұздарын жатқызамыз, Кальций бізде кальций 2, бұл 4. Жалпы кальций тұздары сүйек пен тістің құрамында болады. Қазір указкамда болайын. Сүйек пен тістің құрамында болады. Бұлшықеттің жиырылуына қатысады. Келесі бізде фосфор тұздары. Фосфор тұздары сүйек пен тіс құрамында, сондай-ақ энергия беретін, яғни АТФ молекуласында болады. Представляете? Қызық ақпарат, яғни фосфор тұздары тіпті энергия беретін АТФ молекуласында болады. Яғни біз энергияны осы фосфор тұздары жалпы АТФ-тен аламыз, Келесі бізде қышқылдар. Так, мен ручкамен жазғансын, кішкене ыңғайсыз екен. Так, қазір. Үшінші, бізде қышқылдар мен негіздер жасушадағы. Яғни бұл кезде қышқылдар мен негіздерді бір пунктке жатқызсақ болады. Жасушадағы pH тепе-теңдігін сақтауға қатысады. Яғни жасушадағы pH деңгейін тұрақтандырады. Олардан не көп, не аз мөлшерде болмауын қамтамасыз етеді. Яғни бір нормада сақтап тұрады. Келесі бізде олардың үйлесімді болуы ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Мысал ретінде айтайық, асқазан сөліндегі тұз қышқылы тағамның қорытылуына көмектеседі. Ал қан плазмасындағы негіздер оны бейтарап реакциясын ұстап тұрады. Жалпы, айта кететін болсақ, асқазан сөліндегі тұз қышқылы тағамның қорытылуына көмектеседі дедік. Адам тамақ ішеді. Сіздерге былай көрсетейін. Адам тамақ ішеді. Асқазан деп елестетейік. Оған тамақ түседі. Бәрі тамақ. Адам көп тамақ ішеді. Оның бәрі тамақ. Оған ол қорытылу керек. Ол қорытылмаса, сіздер білесіздер, біз міндетті түрде ондай кезде неше түрлі зиянды нәрселер ішеміз. Кола дегендей. Ал бұл кездегі асқазанның сөлінде тұз қышқылы болады. Тұз қышқылы келеді тағамның қорытылуына көмектеседі. Жалпы тұз қышқылы тағамның қорытылуына көмектеседі. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі бізде органикалық заттар. Органикалық заттар биорганикалық заттарға қарағанда өте оңай деп айта алатын едім. Келесі органикалық заттар, яғни бұл жерде мен тоже фото қойған болатын. Жалпы органикалық заттар бағана біз айтып өткендей 4-ке бөлінеді. Майлар, нәруыздар, көмірсулар. Және де нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдарын біз көбінесе биологиялық тұрғыда, химиялық тұрғыда көп қолданамыз. Яғни нуклеин қышқылдар бізде ДНК-ға көп әсер етеді ғой. ДНК мен РНК-ның жалпы адам ағзасының ДНК мен РНК-ның тұрақтылығын қамтамасыз ететін бөлік. Осыны айта кететін болсақ, жалпы органикалық заттарды біз осылай қарастырамыз. Бірінші ол бізде майлар, нәруыздар және көмірсулар. Яғни біз осындай майларды, көмірсуларды, нәруыздарды күнделікті өмірде көріп жүрміз, жеп жүрміз, ал нуклеин қышқылдары ол біздің организмімізде, яғни адам организмінде болатын бір түр деп айтсақ болады. Жалпы анықтамасына келейік, органикалық заттар тірі ағзалардың негізін құрайтын күрделі химиялық қосылыстар. Олардың құрамында әрқашан көміртек болады екен. Көміртек элементі болады, және көбіне сутек болады. H, оттек және азот. N бізде азот, Кейде күкірт те болады дейді.
күкірт пен фосфорда кездеседі деді. Бағана біз айтып өткендей, күкірт пен фосфор не үшін қажет? Бағанағы адам сүйегі тісіне қатаюына, берік болуына осы күкірт пен фосфор элементтері көп әсер етеді екен. Органикалық заттар барлық тірі ағзалардың жасушасында кездеседі және тіршілік әрекетінің негізгі процесін қамтамасыз етеді. Органикалық заттар, бағана біз айтып өткен, 4 негізгі топқа бөлінеді. Олар нәруыздар, кейде нәруыздарды ақуыздар деп айтамыз, майлар, липидтер, көмірсулар және де нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдары бағана біз айтып өткен ДНК және РНК-ның жұмысына көмектеседі. Айтып өткенде, міне суретке қараңыздар. Майлар, біз күнделікті көріп жүрген сұйық май барлығы осыған жатады. Сұйық май, сары май болсын, барлығы жатады. Маргарин тіпті. Нәруыздар, ет. Мына жақта не көріп тұрмыз? Ет көріп тұрмыз, тауық етін көріп тұрмыз, кукуруза, жалпы барлығы осылардың нәруызға жатады. Көмірсулар көбінесе бізде овощи и фрукты, яғни көкөністер мен жемістерде көп кездеседі, яғни алма, банан көріп тұрмыз, ананас. Көкөністерден біз не көріп тұрмыз? Тәтті бұрыш, жуа, капуста сияқты түрлі көкөністер мен жемістерді көріп тұрмыз, Келесі көмірсулар міне картоп, нан, жалпы көп жағдайда өмірде кездестіріп жатамыз оның барлығын. Енді балалар, біз органикалық заттардың әрбір бөлігіне жиі тоқталып өтейік. Олар бізде нәруыздар, майлар және көмірсулар болып табылады, бағана айтып өткеніміздей. Ең бірінші бізде нәруыз. Нәруыздар жасушаның негізгі органикалық заттары болып табылады. Ағзадан суды алып тастағанда нәруыздар орташа есеппен 70-80% құрайды екен ағзаның. Яғни бұл суды айтпағанда, басқа заттарға қарағанда ең көп мөлшерде алып жататын бөлік. Көмірсулар сияқты нәруыздардың 1 граммы ыдырағанда 17,8 килоджоуль энергия бөлінеді. Демек, бізде нәруыздан энергия аламыз, балалар? Бұл жерге жазып қояйық. 1 грамм нәруыз ыдырағанда 17,8 килоджоуль энергия бөлінеді. Бірақ көмірсулар бірінші кезекте энергия берсе, нәруыздар энергиямен қатар жасушалар үшін құрылыс материалы болып табылады. Сондықтан олар тірі ағзалар құрамында көп болады. Өсіп жатқан жас ағза, яғни кішкентай балалардың ағзасына, спортшыларға, нәруыздарға бай тағам қажет. Оларды бізде нәруызды жатқызамыз. Келесі бізде майлар. Майлар ол бізде энергия сыйымдылығы ең көп органикалық зат. 1 грамм зат ыдырағанда шамамен 38,9 килоджоуль энергия бөлінеді. Яғни бағана біз 1 грамм нәруыз ыдырағанда 17,8 энергия бөлінеді, 17,8 килоджоуль энергия бөлінеді. Ал май демек одан көбірек. Ол 1 грамм май ыдырағанда 38,9 килоджоуль энергия бөлінеді екен. Демек біз нәруыздан да майдан да энергия аламыз. Жануарлар майында, мысалы қойдың, сиырдың, балықтың және тағы да басқа жануарлардың майы жатады. Тұқымдарының құрамында май көп болатын өсімдіктердің өсімдік майын алады. Яғни бір өсімдіктің құрамында май көп болса, содан май жасайды. Демек, оған мақта, күнбағыс, рапс, қышак, яғни горчица, сафлар және тағы да басқа өсімдіктер жатады. Яғни бұндай өсімдіктердің құрамында май көп және олардан өсімдік майын жасайды. Жалпы адам қажетті заттарды алу үшін әртүрлі тағамдармен қоректенуі керек. Сондықтан біз ондайларға мысал ретінде өзіміздің ата-бабамыздан бұрыннан келе жатқан энергияға мол және де жақсы қасиеттері өте мол, ағзаға қажетті заттарды беретін дәрумендері өте көп заттарға қымызды, ата-бабамыздан келе жатқан сусындар, шұбат, айран, қатық және де құрт, ірімшік, сүзбе, қаймақ, сары май және май жатады. Біз оларды жеу арқылы өзімізге энергия алады екенбіз. Келесі бізде көмірсу. Көмірсулар мен қанттар. Атауы айтып тұрғандай, олардың дәмі тәтті, яғни қанттар дегеннің өз сөзін естіген кезде біз оған глюкоза көзімізге елестейді, яғни олар өте тәтті.
көмірсулар көп мөлшерде жүзім, қауын, қарбыз, өрік, алмұрт, алма сияқты жемістердің құрамында көптеп кездеседі. Сонымен қатар олар астық заттарда, яғни күріш, бидай, сұлы, арпа, жүгері дәндерде көмірсулар мөлшері өте көп болады. Яғни мысалы сүт құрамында нәруыздар, майлар мен көмірсулар тең, ал су кем мөлшерде болады. Яғни сүттің құрамында суға қарағанда олардың құрамында май, нәруыз, көмірсу өте көп болады екен. Балалар, біз органикалық және бейорганикалық заттарды салыстырайық, иә? Бұл бізге тақырыпты толықтай түсінуге көмектеседі. Ең бірінші біз салыстыру белгілерін айтып өтеміз. Органикалық заттарды және бейорганикалық заттарды бір-бірімен салыстырып, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері жайында айтып өтеміз. Ең бірінші құрамы. Яғни органикалық заттар көміртек, сутек, оттек, азот, фосфор, күкірт элементтерінен тұрады. Ал бейорганикалық заттардың құрамы су, тұздар, қышқыл негіздерден ғана тұрады. Кездесетін жер органикалық заттар тірі ағзаларда және олардың өнімдерінде кездеседі. Мысалы, бағана біз айтып өткендей көмірсу етте, жұмыртқада, соларды айтамыз. Ал бейорганикалық заттар тірі және өлі табиғатта кездеседі. Негізгі түрлері нәруыз, май, көмірсу, нуклеин қышқылдары. Ал бейорганикалық заттардың негізгі түрлері су, минералды тұздар, қышқылдар мен негіздер болып табылады. Қызметі энергия көзі, жасушаның құрылыс материалы, тұқым қуалаушылық ақпараттарын сақтау болып табылады. Яғни бізде көмірсу, нәруыздар бізде энергия көзі болса, жасушаның құрылыс материалы болса, ал нуклеин қышқылдары бағана біз айтып өткендей ДНК мен РНК-ның құрамында, яғни тұқым қуалаушылық ақпаратты сақталып өмір элементтер болып табылады. Келесі бізде бейорганикалық заттардың қызметін айтып өтеді. Зат алмасуды реттеу, pH тепе-теңдігін сақтау, биохимиялық реакцияға қатысу. Энергия бөлу қабілеті, органикалық заттар көп энергия бөледі. Ал бейорганикалық заттар энергия бермейді, бірақ реакцияның жүруіне жағдай жасайды. Бағана біз айтып өткендей, органикалық заттарда нәруыз бен майларда 1 граммында 17,8 килоджоль, ал майлардың 1 граммында 38,9 килоджоль энергия бөлінген болады. Ал бейорганикалық заттар олай бөлмейді. Адам ағзасындағы рөлі органикалық заттардың бұлшық ет, сүйек, фермент, гормон, ДНК құрамында болады. Ал бейорганикалық заттар су мен тұздар, қан және ұлпаның құрамында болады және тепе-теңдікті сақтайды. Құрылымдықтың күрделілігі, органикалық заттар күрделі үлкен молекулалардан тұрады. Ал бейорганикалық заттар қарапайым құбылыстардан тұрады. Артықшылығы, яғни ең бізге қажетті информациялардың бірі, органикалық заттар мен бейорганикалық заттардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Органикалық заттар энергия көзі, тіршілік үшін негізгі материал, тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтайды. Ал бейорганикалық заттар тепе-теңдікті сақтайды, тұрақты және ферменттердің жұмысын белсендендіреді. Келесі бізде кемшілігі, органикалық заттар жоғары температура мен сыртқы әсерге сезімтал, тез бұзылатын болып келеді. Яғни ондай заттарға біз картопты, жұмыртқаны жатқызғанда тез бұзылатын, сыртқы әсерге сезімтал, мысалы жұмыртқа сынып қалады деген сияқты. Келесі бізде бейорганикалық заттар энергия бермейді, бірақ тіршілік өздігінен жүре алмайды. Так, қорытындылай келе, бізде органикалық заттар тіршіліктің химиялық негізі, жасушаның құрылысын және қызметін анықтайды. Ал бейорганикалық заттар тіршілік процесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуде реакцияның жүруіне мүмкіндік береді. Келесі айтатын болсақ, бізде органикалық заттар мен бейорганикалық заттардың маңызы мен қолдануын айтып өтеді. Неге бізге ол заттар керек? Қайда біз оны қолданамыз? Так, органикалық заттар тағам, дәрі-дәрмек, пластмасса өндіруде қолданылады. Ал бейорганикалық заттар металлургияда, ауыл шаруашылығында және медицинада қолданылады. Ал қорытындылайтын болсақ, органикалық және бейорганикалық заттар адам ағзасының тіршілігі үшін бірдей маңызды. Яғни біз оларды бөліп жармаймыз, анау да керек, мынау да керек деп. Органикалық заттар мен бейорганикалық заттардың екеуі де адам ағзасы үшін өте маңызды болып табылады. Органикалық заттар энергия көзі мен жасушаның құрылыс материалы. Ал бейорганикалық заттар ағзадағы тұрақтылық пен химиялық тепе-теңдікті сақтаушы болып табылады.
Органикалық заттар ағзаның өсуі мен дамуын қамтамасыз етсе, бейорганикалық заттар сат алмасуды реттеп, реакцияның дұрыс жүруіне жағдай жасайды. Осылайша екі топтағы заттар бір-бірімен толықтыра отырып, яғни органикалық та бейорганикалық заттар бір-бірін толықтырып отырады да адам ағзасының қалыпты